Саламатсыздар ма? Үшінші дәрісіміздің тақырыбы қазақ тілінің сөз жасам жүйесі, сөз жасамдық тәсілдер. Дәріс жоспары. Бірінші, қазіргі қазақ тіліндегі сөз жасамдық тәсілдер. Сөз жасамның синтетикалық тәсілі. Екінші, сөз жасамның аналитикалық тәсілі. Үшінші, лексика-семантикалық сөз жасам тәсілі. Сөз жасамның амал тәсілдері өте көп. Сөз жасам тәсілдері кешенді жүйелі құбылыс. Академиялық грамматикада мынадай анықтама бар. Тілдің өз жүйесіне лайық жаңа сөз жасаудың заңы ретінде қалыптасқан белгілі амалдарын сөз тудыру тәсілдері деп айтады. Бұнда дәстүрлі тәсілдерден морфологиялық синтетикалық, аналитикалық қана көрсетілген. Қазіргі қазақ тілінің сөз жасам жүйесі монографиясында сөз жасам тәсілдерінің 3 түрін көрсетеді. Қазақ тілінде жаңа сөз жасау 3 негізгі тәсіл арқылы жүзеге асады. Бірінші, синтетикалық морфологиялық тәсіл. Бұнда түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жаңа сөз жасалады. Екінші, аналитикалық синтаксистік тәсіл. Екі немесе бірнеше сөздің тіркесу арқылы жаңа мағына туады. Үшінші, лексика-семантикалық тәсіл. Бұл тілімізде бар сөзге жаңа мағына жүктеу арқылы жаңа сөз жасалады. Бұл тәсілдердің әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері, қызметтері және қолдану аясы бар. Синтетикалық тәсіл. Синтетикалық тәсіл түбір сөзге сөз тудырушы жұрнақ жалғану арқылы жаңа туынды сөз жасау амалы. Мысалы, оның құрылымы түбір, оған жұрнақ, содан туынды сөз пайда болады. Мысалы, біл сөзіне жұрнағы жалғану арқылы білім жаңа сөз туындады. Сол сияқты, ой сөзіне жұрнағы жалғану арқылы ойлы сөзінің туындауы, аң сөзіне жұрнағы жалғану арқылы аңшы сөзінің туындауы, яғни түбірге жұрнақ жалғану арқылы туынды сөздің тууы синтетикалық тәсілге жатады. Синтетикалық тәсілдің негізгі жұрнақтары етістік тудырушы жұрнақтар. Біріншіден, лале, даде сияқты жұрнақтар. Мысалы, әсем сөзіне де жұрнағы жалғану арқылы етістік туындап тұр. Екіншіден, зат есім тудырушы жұрнақтар. Шышы, лық, лік, кер деген сияқты көптеген зат есім тудырушы жұрнақтар. Бас сөзіне жұрнағы жалғану арқылы зат есім туындап тұр. Үшіншіден, сын есім тудырушы жұрнақтар. Лі, сіз, қыш жұрнақтар арқылы, мысалы, өнер сөзіне жұрнағы жалғану арқылы зат есім мен сын есім туындап тұр. Яғни бұл жерлерде сөз таптарының ауысуы да көрінеді. Мысалы, зат есімнен етістік туындайды. Су сөзіне жұрнағын жалғасақ, сула, яғни зат есім етістікке ауысып тұр. Сол сияқты етістіктен зат есімге, жазба, сын есімнен зат есімге сөз таптары ауысып тұрады. Бұлардың артықшылықтары, бұлар өнімді тәсілдер. Жаңа ұғымдарды атауда қолайлы, ғылыми техникалық терминдер тудырады. Келесі тәсіл аналитикалық тәсіл. Аналитикалық тәсіл екі немесе одан да көп сөздердің тіркесуі арқылы жаңа мағынадағы сөз жасау. Оның негізгі түрлері сөздер, мысалы, ата-ана, күні-түні, күрделі сөздер, тіркескен сөздер, жұмыс күші, темір жол, сол сияқты сөз тіркестері, тұрақты сөз тіркестері, қара көз, сұлу көз. Мысалы, ана және тіл сөзінің қосылуы арқылы ана тілін бір ұғымдық атауға ие болып тұр. Яғни бұл жерде ана сөзіне бөлек, тіл сөзіне бөлек сұрақ қойып, екеуі екі мағыналы сөз емес, екеуі бірігіп келіп, бір ғана ұғымды білдіретін бір сөз болып тұр. Бұл сияқты еңбекақы, бас дәрігер деген сөздер. Аналитикалық тәсілдің ерекшеліктері. Құрамындағы сөздер өз алдына жеке сөз бола тұра тіркескенде жаңа мағына береді. Екінші, тіркескен сөздер бір ұғымды білдіреді. Үшіншіден, әдебиетте, публицистикада жиі қолданылады. Төртіншіден, морфологиялық өзгеріске түспейді, бірақ семантикалық жағынан бірігеді. Үшінші тәсіл лексика-семантикалық тәсіл. Бір сөздің мағынасына өзгеріс енгізу арқылы жаңа мағынада қолданылуы. Бұл тәсілде сөздің сыртқы тұлғасы өзгермейді, тек ішкі мағынасы өзгереді. Мысалы, құбылыстардан метафора ауыспалы мағынада жүрек адамның дене мүшесі болса, жүректі деген кезде ол батыр мағынасында жұмсалынады. Сол сияқты метонимиялар, мысалы, ас, бұл жерде тек ас сөзі тамақ сөзінде ғана емес, ары қарай той мағынасында да жұмсала береді. Сонымен қорыта айтқанда, қазақ тіліндегі сөз жасам жүйесі тілдің ішкі әлеуетінің қуатты дәлелі. Үш тәсілдің әрқайсысы тілдің белгілі бір қабатында жұмыс істейді. Мысалы, синтетикалық тәсіл
жұрнақ арқылы жасалынады. Мұның ерекшелігі морфологиялық өзгерісте. Мысалы, көр сөзіне жұрнақ жалғану арқылы ме басқа мағыналы сөз туындап тұр. Және де бұл жерде етістікке жұрнақ жалғану арқылы зат есім туып тұр. Сол сияқты білім сөзі. Екіншіден, аналитикалық тәсіл. Сөз тіркесінің бірігуі, қосарлануы, қысқаруы арқылы жасалынады. Мұның ерекшелігі тұлғасы сақталады, мағына бірігеді. Мысалы, ақбөкен, ата-ана. Үшінші, лексика-семантикалық. Мұнда жай ғана мағына ауысу арқылы жасалады. Ерекшелігі мұнда тұлға өзгермейді. Мысалы ретінде қабырға, қол сөздерін алсақ болады. Бұл жерде де мағынаның ауысуы ғана бар. Талдау сұрақтары. Бірінші, сөзжасам тәсілдерін салыстырыңыз. Екінші, жасыл желек тіркесінің қандай сөзжасам тәсіліне жататынын анықтаңыз. Үшінші, тілші, оқулық, ақжүрек қандай тәсілмен жасалған. Төртінші, сөзжасам ұясына 5 мысал келтіріңіз. Келесі тапсырма лингвистикалық редактор деп аталынады. Мұнда берілген сөйлемдердегі туынды сөздердің жасалуындағы қателерді табамыз және оларды дұрыс нұсқамен ауыстырамыз. Осы сөздерге сөзжасамдық талдау жасаймыз. Сөйлемдер: білімшілік жолы ауыр жол. Еңбеккер адам ғана табысқа жетеді. Жазушылықпен айналыспаған оқушы оқушылыққа бейім емес. Келесі тапсырманы орындай отырып, сабағымызды қорытамыз. Сөзжасамдық тәсілдердің тіл дамуындағы маңызы, тіл мәдениетін сақтау деген тақырыпты 3 топқа бөліп орындаймыз. Бірінші топ сөзжасамдық тәсілдердің тіл дамуындағы рөлі. Екінші топ тілдік байлық пен сөзжасам. Үшінші топ сөзжасамдық тәсілдердің болашақтағы зерттеу бағыттарын алады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.